бір аят оқып бере аласыз ба? Құраннан да әдемі оқитын шығарсыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бүгін бізде қонақта әнші Нұрбақыт Қарағай. Қай жердің тумасысыз? Балалық шағыңыз қай жерде өтті? Енді балалық шаққа келетін болсам, сол Шаяндағы Мұхтар Әуезов орта мектебін бітіргенмін сол жерде. Аллаға шүкір. Мен Шаянға апарама десем, қайдан Қарағайға апарып тастадым? Енді мына қызықты қарасаңызшы. Көршінің үйінде өрт болған ғой. Алып шыққан баласын құшақтап, үйде картошка пісіріп отырған әбден ұрған екен. Сөйтіп жүріп мектепті бітірдіңіз ғой. Көп әншілер сол мәдениет үйінде қалып кеткен бізде. Может, енді ол кезде әлі ешкім сенбейді ғой мен әнші боламын дегеніне. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен, Білім Қазына қорының YouTube-тағы каналына қош келдіңіздер. Бүгін бізде қонақта әнші Нұрбақыт Қарағай. Студиямызға қош келдіңіз, Нұреге. Қош көрдік. Әрбір баланың балалық шағы керемет өтеді. Негізі балалық шағым жаман болды, жақсы болды деп айтуға болмайды деймін. Әрбір балалық шақтың бір тәтті бір сәті болады. Мектептің уақытысы, садикке барса да есінде қалған бір дүниелер болады негізі. Қай жердің тумасысыз? Балалық шағыңыз қай жерде өтті? Қай мектепте оқыдыңыз? Мектепте жүрген уақытта бір енді адам бір әулие болып туыла салмайды ғой. Әртүрлі қылық болған шығар, қызықты оқиға болған шығар. Осы жөнінде әңгіме қозғасақ. Мен негізі Түркістан облысы Бәйдібек ауданы Шаян ауылының тумасымын. Руым Дулат, Шымыр, ішіндегі Қарағай. Сондықтан Нұрбақыт Қарағай болып шығып жүрмін, Аллаға шүкір. Енді балалық шаққа келетін болсам, сол Шаяндағы Мұхтар Әуезов орта мектебін бітіргенмін сол жерде, Аллаға шүкір. Енді балалық шақта қызықтарға келетін болсам, бір күні әке-шешем Алматыға жұмысқа кететін болды. Енді ол кезде жас семья ғой, олар енді бізді асырау мақсатында деген сияқты. Сөйтті інісінің үйіне тастап кеттім мен жаңа. Әкемнің қара шаңырағы бар ғой ауылда, Қарағай ауылындағы. Бәйдібек атадағы? Бәйдібек ата ауылындағы. Енді өзіміз Шаяннан барғаннан кейін сағынасың ғой, әке-шеше енді қатты сағынып, өте жаңағы бір не болды. Жылап, жаңа сондай бір нәрселер болды енді. Бұлай енді әкеміздің інісі, жеңгеміз жақсы қарады бізге. Тамағымызды тоқ қылды, киімімізді бүтін қылды. Бірақ соның өзінде жаңа әке-шешеден ажырағаннан кейін кеткіміз кеп жаңағы енді сағынасың ғой. Шегеді ғой негізі бала. Сол жаққа сөйтіп бір жылдай оқып қалған, жаңа неміз болған біздің жаңа Қарағай ауылында. Бір күні ол кезде телефон деген нәрсе жоқ, сотка жоқ. Енді ойым бәрі жаңағы анам Шаянда деген сияқты ой болды енді. Сонда чувство болды. Әкем де Шаянда, мен Шаянға кетуім керек. Бірақ кетейін десем, ана кісілердің қорқасын жаңа айтуға ұяласың ғой, сондай бір заман еді. Бір күні азанда сиырды бүйтіп, енді мал шаруашылығымен айналысады. Сиырды азында жаңа падаға қосып жібереді, жаңа ағаларым. Сөйтіп сиырды айдап, воротадан шығарған кезде қарап қалсам, автобус келді да бүйтіп. Азанда автобус келеді деген. Ол кезде бір 5-ші класс оқимын. Інім 3-ші класс оқиды. Інім екеуміз де оқып жүрміз осы жерде. Арам ой келді маған. Мұны автобусқа мініп кетіп қалсам екен деген сияқты. Сөйттім де бүгінше болмайды деп, уже гитлерский план құрдық жаңа. Ертесіне шығып кетемін деген сияқты. Уже күн шыққан кезде келіп тұрды, уже жаздың қателеспесем 24 май күні жаңа автобус көріп тұрмын. 25 май күні именно сол кезде білмеймін, ана қыста қояқта қыс қатты болғаннан кейін біраз карантин болып қалды да бізде. Сөйтіп 25 майдан кейін жаңағыны созып дальше оқытты да ол. Именно 25 май күні қашамыз деп, тоғышым жаңағы гитлерский план құрдық та ана жерде. Сөйтіп не керек, түнімен дайындалдық. Так, ұйықтап алайық дедік жаңағы. Әлім айтпысы бір 3-ші класс оқиды, мен 5-ші класс қой. Сонымен жатып ұйықтадық. Кәдімді план құрған адам, негізі ниеттенген адам бірден атып тұрады екен. Көбісіміз негізі таңнамыз тұрмай қаламыз ғой, жалқау болып қол. Ана жерде планда уже уақытымен тұрасың ғой кәдімден. Сөйтіп атып тұрдық та кеттік дедік. Қарасам қап-қараңғы да дала. Ана күн шыққан кезде келеді автобус. 2 автобус жүреді. Біреуі Шаянға барады, екіншісі қызыл автобус, ол Шымкентке барады, қалаға қарай.
бірақ қорқып тұрмыз, ағамыз ұста болса тағы ұрсатын шығар деген сияқты ғой. Енді ұрыспайды негізі бізге. Не керек, автобусты ауылдың бас жағынан күтейікші дедім. Мына жерден қазір ұста болуы мүмкін, ұят болады. Кеттік деді, бір сондай бір автобус шығып кететін жағы бір ауылдан. Сол жаққа барамыз да күтіп жатамыз. Жағада мешіт салып қойған жер емес? Мешіт салған жер бар ғой. Сол жерде күтіп жаттық қой автобусты. Бір уақытта автобус келмей кетті. Уже әлі бүйтіп, бірақ қорқып тұрмыз, ұсталып қаламыз ба деген сияқты. Одан да бетейік дедім, автобус келмей тұрып, анау қырдың ары қарай өте берейік, осы асфальт жолмен жүре берейік, автобустың жолмен. Автобус келсе тоқтата саламыз дедік. Қолымызда 35 теңге ма, сондай бір 35 теңге құны бар өзі. Сонымен жайлап жүрдік, уже келесі ауылға жақындап қалдық, жоқ, автобус жоқ. Бір уақытта автобус келді ғой. Ойбай деп автобусты көріп қуанып кеткен. Енді біз кішкентаймыз ғой. Анашымыз сағынып баратырмыз енді жаңа. Тоқтаттық, автобус тоқтатып, қолымызда сеткіміз бар жаңа. Киімдерімізге өзімізше сабағымыз ғой. Автобус тоқтатып еді, автобус өтті де кетті. Ойбай, мынау арт жағында ғана Шымкенттің автобусын нұсқады да ол. Соған тоқтап, мына балаларға тоқтамайды екен ғой сөйтсе ол. Сөйтіп екінші автобус күттік. Қазір соған үмітіміз, ол кезде машина жүрмейді, жеңіл машиналар ғой, қазір көп қой. Ол кезде бірде-бір машина жүрмейді, тек автобус қана жүретін. Екінші жаңағы автобус келе жатыр еді, қарасы ол орыс екен ол. Ойбай, ана қазағының өзі тоқтамаған екен, орыс қақтың тоқтайды ол. Шымкентке кетіп бара жатқан автобус екен да. Бейт-бейтті де өтіп кетті. Ал, не істейміз, артқа қайтатын жол жоқ уже. Басын бастап қойғанбыз, арман, ауылымызға Шаянға кетеміз деп. Арқай дальше жүрдік. Сөйтіп Орловка деген қазір Алмалы деген ауыл ғой. Алмалы. Алмалы болып көрген. Сол жерде алыс болды. Туысқандарымыз тұратын еді, сол жаққа қарай түсіп кеттік. Олар аң-таң, сендер неғып жүрсіңдер бұл жақта? Біз осындай қашып баратырмыз енді. Балалар тиісті ма мектептегі деп жаңа сөйледігі. Жиен ағамыз, алыс ағамыз сөйледі да. Сонымен сөйірді біраз отырдық, бірақ артымыздан кеп іздеп кеп қалама деген қорқыныш болды да. Әбеттерге таман дальше тағы да жаяу жүріп кетеміз ғой қарай. Сөйтеміз да, уже ұзақ кәдімгі кетіп баратырмыз. Шөлдедік, бірақ күн енді ыстық болып тұр. Красневаға жетіп қалған жасыз? Жоқ, жүріп ана ақтан бар ғой, бір андай бір шыбық белден көтерілдік, кәдімгі ұзақ кәдімгі. Бір ауылдан бір где-то бір 10 шақты километр ма, сондай ғой, 15 па километр ғой сонда. Жаяу кетіп барады ғой сонда, кішкентай баламыз. Ол түзу жол емес та, мынандай тік еңіс ғой былай қарай бітеп. Шыбық белден бітеп жүресің. Сөйтіп жайлап келатқан кезде бір жалғыз бір Ақтам деген үй бар. Сол Ақтамға жақындап қалған кезде сағат уже азанда кеткен автобустар уже бер қарай келе жатыр ғой үші. Анаяқтан несін жинап шындай. Ауылға қарай келе жатыр. 5-6-ларда уже бер. Сонда біз азанмен шығып кеткен адам, ана Ақтамға сонда кешке қарай жетіп тұрамыз ғой енді жаяу. Бар ойымыздың бәрі Шаянға жетіп айтыр. Сол кезде айтыр, автобустар бізді көріп өтті, тоқтап, бергендер деп мінгізіп баса болады олар. Үйтпейді ғой жаңа, кетіп қалғанда. Сол кезде адамдар сондай ма еді айтыр. Қазір ғой бір сәл бір бәле болып қалса бүйтіп қорқып мінгізіп аласың ғой мысалы. Адамдардың көзі ашылған деген сияқты. Ол кезде мінгізбейтін кетіп қалады кәдімгі. Ол кезде бір қорқыныш жоқ еді, біреуді ұрып кетеді. Бірдеме болып қалады. Бала ұрлап кетеді деген түсінік жоқ еді. Сондай ғой, сондай бір кең пейіл заман ба айтыр. Сонымен ары қарай Ақтамға бардық. Сол кезде әлі есімде, ол қыз қазір марқұм болып кетті деп естідім. Бір апа қарсы алды, балаларым келіңдер бері қарай. Су бар ма деген еді. Айналайын, сол кездегі бұрынғы заманның қазақтары қонаушы. Не деген кең пейілші. Балаларым кіре қойыңдар үйге деп үйіне кіргізіп, шай беріп, үйінде жаңа күйеуі бар екен, жаңа Мажай деген кісі. Ой, сендер қалай беруге кеп қалдыңдар, осыны кетіп баратық, автобус тоқтамай қойды деп. Ертең азында сендерді салып жіберем, уайымдамаңдар, осыдан тоқтамасын деп жаңағы сөйтіп нетті. Үйінде шай беріп, тамағын беріп, енді күшті нетіп отыр, бізді кішкентай деп ойлап тұрған жоқ олар. Алла разы болсын, жатқан жер жайлы болсын, апамыздың өте керемет кісі. Содан күтіп отырдық,
жаңағы үйде ертеңінде уже автобусқа азанмен мініп кетеміз деп сөйтіп жатқанымыз сол еді. Кеш болып қалған уже. Кешке қарай жаңағы папам інісі жаңа автобустар бар ғой, кетіп бара жатып айтқан ғой, сен екі балаң іздеп жүрген азында сұраған балаларың ана жақта ақтамда жүр деп айтқан ғой. Содан ойбай жаңа ағамыз келгенде в общем бір такси бір сондай бір ол жигули ғой, универсальный бір жасыл жигулимен келді, әлі күнге дейін түсі есімде. Двойка ма, четверка ма, сондай жер? Иә, жигули айтып бар, универсал да. Ойымда дым жоқ енді, ертесін енді бар мақсатымыз Шаянға жету ғой біздің, кәдімгі кино түсіруге болады да негізі бұған. Бір уақытта ағамыз жетіп келді ана жерге. Түрі өрт сөндіргендей ғой. Кірді де, ай қақтасындар деп те ана ішке қарай кіріп кетті. Інім ана жақта жылап жүр, сталып қалдық болды деген сияқты. Ой, фырмай, ей, сендерді іздемеген жеріміз жоқ қой, сен білесің ма не болған? Бүкіл жақты іздеген екен ғой сен. Бүкіл ауыл іздейді ғой не? Екі бала іздейді. Енді жауапкершілік аманат қой, ағасының аманаты да былай айтқанда. Сол папам інісі әбден іздейді. Жан-жақты, анау сай жақ бар, ай, Нұрбақыт, Нұрдәулет, қайдасыңдар деп. Жан-жақтан іздеген бүкіл ауыл шулаған бір уақытта. Іздеп, ол көз андай бір хабар тек автобус арқылы ғана жетеді тазында. Сөйтіп келіп ой фырмай деп кәдімгі басын шайқап, әрең таптым-ау деп бүйтіп қуанып, ей, кел бауырым деп, оған да шай берді жаңағы сол кісілер. Келіп отыр деп. Сөйтіп біз даласында тұрдық, уже кеш батып қалған, уже күн жылы. Тағы да қашып кетіп жүрмеңдер, біз уже болды, уже қайтамыз деп жатқанбыз ғой, жаңағы ауылға барып, мектебімізге барып оқимыз деп жатқан кезде, тағы да қашып кетіп жүрмеңдер деп өздері ой салды маған. Қайтадан ойы бұзылды, қазір тағы да кетіп қалсақ екен деп. Сөйтіп тұрдық та, қазір кіреміз дедік та, қарасақ бір қора тұр екен, қораның арты сай екен да, сай анау асфальт жолға қарай, сөйқа қарай өтетін жаңағы трубасы бар, астынан өтетін жолы бар, ары қарай бір саймен қашып кетуге болады да, дальше. Бүйтіп жан-жағымызды қарап, бүйтіп білдіріп тұрдық та, жаңағы сайға түсеміз, дальше басамыз ғой. Мақсат та жаңағы жету деген сияқты. Қолымызға жаңағындай бір дәрі шөптер, мамамыз жаңағындай бір дәрі шөп бірдемелер іліп қояды, бүйрекке пайдалы деген сияқты. Мамамызға апарып береміз, жаңағы теріп алғанбыз, ана жақта көп өседі жаңағы жерде. Сөйтіп қолымызға мынандай бір шита алып алдық. Жаңағы мынандай шеге шығып тұр. Осы қасқыр келіп қалса, осымен ұрамыз деп қоямыз ғой. Sonra даже қаштық қой ары қарай. Ой, біраз жүрдік. Сөйтіп бір ана адам қайтыс болған жерден бір мола тұрғызып қоятын жер бар, андай бір белгі қойып қоятын, суретін қойып қойған, сондай жерлермен уже анандай ғой, апақ-сапақ андай ымырт дей ма не дейді андай бір. Уже түн болып бара жатыр да, әлі. Ой жақта келе жатқан адам әйел немесе еркек екенін жаңа ажырата алмайтын уақыт қой бір андай. Сондай жерден өтіп, уже түнгі естеліктер ғана осы күнгі баланың жаңағы есінде қалып қалған. Біраз жүрдік. Бір уақытта Ақмешіт ауылының шеті көріне бастады. Жүрдік, шаршап қалжырағанбыз ғой, азаннан бері жүріп келе жатырық қой. Ақмешіт пен Алмалының арасы әжептәуір жер ғой негізінде. Соның бәрін жаяу жүргенбіз ғой. Алмалының арасы әжептәуір жер ғой негізі. 20-30 километр ғой. Сол 20-30-ды тағы да түнде жүріп қойғансыздар ғой. В общем, ауылдан жаңағы Қарағай ауылынан Ақмешітке дейін бір где-то бір 30 барау деймін осы. Алмалы бір 15 шар онда. Иә, бір. Соны дальше тағы да 15 километр жүріп қойғанбыз осындай ғой. Енді баламыз ғой қыз андай. Ақмешітке келдіңіздер сөйтіп. Әбден анда үйреніп қойғанбыз, физически жаңа жұмыс істейміз ауылда. Малмен шаруашылығымен айналысқан адам шаршамайды ғой. Ақмешіт ауылының шеті көріне бастады уже. Келе жатырым, уже сәл андай бір қорқынышымыз басылып, інім айтты, мен Нұрдәулет, давай, ұйықтап алайық та мына жерге деп. Шаршап кеттім дедім. Жарайды, ана ертегілерді, нелерін оқығанбыз ғой кезінде, далаға қоныпты, бүйтіпті деп жаңа. Бейіттің басына қоныпты деп айтады ғой. Сондай бір нелер есіме түседі, жатып ұйықтайықшы деп сөйтіп ұйықтадық. Уже жылы болған біз ұйықтағанда. Түннің бір уағында оянып кеттім. Саған жаурап жатыр екен.
інім жатыр қасымда, ол дым білмей ұйықтап жатыр. Даланы аспанға қарап жатырмын, қап-қара бұлттар жүріп жатыр да жаңағы. Ай жап-жарық. Қап-қара бұлттар жүріп жатыр. Сөйтіп інімді құшақтап бүрісіп ұйықтап қалдым. Азанда таң азанмен жаңағы тұрып алдық, күн шықпай тұрып. Кеттік деп жаңағы бүйтіп гүлімізбен жаңағы шитамыз таппай алдық. Бір қызығы бар ғой. Балай ашып қаратып, шөптердің арасын бәрін, жан-жағымыздың бәрін бүйтіп қарадық, таппадық. Жаңағы шитаның ағашымен бірге негізі. Иә, бірге алып жүргенбіз ғой бәрін. Сол шитамызбен гүлімізді таппай қалдық қой. Білмеймін қай жақтан кеткенін. Жоқ кәдімгідей. Таң қалып қалған кәдімгідей. Сөйтіп дальше кеттік ары қарай екеуміз. Бір уақыт Ақмешітке жақындаған кезде Ақмешітте жаңағы әкемнің әпшесі тұрады да, туған әпкесі. Ол ауылға барсақ, дәліз тағы ұсталып қалуымыз мүмкін, сол жерден қайтадан апаратын ауылға қарай кетіп қалуымыз мүмкін деген қорқыныш қой енді. Ол мысалы Ақмешіт ауылы нерде болса, сол Ақмешітке барып, Шаянға қарай былай кетеді да. Біз давай осылай жаңағы келесі жолға қарай, жолды кесіп. Иә, жолды кесіп төтесінен барайық деп ше жаңағы. Төтесінен түстік та бүйтіп келе жатыр. Отбайға қарай түсіп кеттіңіздер осы. Иә, иә. Екінші бірлікке қарай ғой. Иә. Уже төтесіне бүйтіп басып кетіп баратқан кезде уже жолдан примерно бір 2 километрдей ма алыстап кеткенбіз уже. Бір ақ жүгілі тоқтады. Біздің әкеміздің ақ жүгілі бар еді негізі. Бір ақ жүгілі тоқтады да біреу ішінен деп айқайлады жаңағы. Тоқта деп, бері кел деп шақырды, ысқырды. Ойбай, ағамыз кеп қалды ғой мына жерге деп. Папам інісі кеп қалды деп қорқып. Одан ары қарай қашқан шығарсыздар. Иә, одан енді ол кезде үлкен кісілерден қорқасың ғой сондай ғой жаңағы. Қаштық. Бір уақытта ана адам бізге қарай жүгірді ше. Машина жайлап бері қарай түсті. Артымыздан қуып келе жатыр ғой. Қаштық. Бір уақытта бүйтіп жақындап қалған кезде жатып қалдық шөптердің арасына. Машина келіп тоқтады. Мен басымыз көтеріп қарап қалсақ, әкеміз ғой. Әкеңізге хабар берген екен ғой онда. Әкемізге хабар берген. Әкесі ана үйде телефон бар екен жаңағы. Ақтамда ше. Жалғыз үй ғой, ақтан телефон болып жүрген. Сояқтан жаңа не арқылы звондап, 8 дейін еді ғой еді. Иә, 8 арқылы. Иә, сол арқылы звондап жаңағы. Әкеме хабар, біз кетіп қалған екен, қызық болған ғой. Біз кетіп қалғанбыз сол жерде. Ақтамдан кейін тағы да іздеген шығар, өзі Қарағайдан таппады. Ақтамда тағы кетіп қалдыңыз. Ақтамда уже біз қашып кеткеннен кейін жүрегі ұстап қалған кәдімгідей, отырып қалған кәдімгідей. Ойбайлап қалған ғой. Сонымен дереу әкелеріне хабар берейік деп звондаған әкеме. Сөйтіп олар ұшып келеді, түнімен іздепті олар ғой. Олар Алматыдан келген ғой. Жоқ, Алматыдан емес, ағашта мамам ғана Алматыда екен. Ағам мен әкем екеуі жаңағы, өзім туған ағам мен әкем екеуі Шаянда екен да. Сол арқылы іздеп, айтор түнімен іздеген ғой. Палшыларға барған бай, ана жаққа барған, мына жаққа барған, Нұрбақ Нұрдәулет бүкіл жолдардың бәрін айқайлаған ғой. Сай мен қырдың барлығын қарап шыққан екен. Біз бірақ жолдың бойында жатқанбыз негізі, жаңағы ұйықтаған кезде. Сол жақтың бәрін айқайлап өткен екен негізі. Қараңғында байқалмаған ғой. Байқалмайды ғой. Сонымен ұсталып қалдық ана жерде. Әкең балалар деп әкем әбден боқтап ұрысты ана жерде. Ағамда үн жоқ жаңағы папам інісінде. Батырлар екенсіңдер осыңдар деп қояды. Ана өзім туған ағам айқайлап күледі. Мә, суш, еріндерін кезеріп кетіпті мынау деп жаңағы. Не істеп жүрсіңдер деп әбден жаңағы Ақмешітке әпкесін апарып кешке дейін жаңағы лекция оқып ана жерде. Сөйтіп жұбатып, болды, сәл шыда енді деп қайтадан ауылға апарып тастаған ғой. Мен Шаянға апарама десем, қайдан Қарағайға апарып тастадым. Енді мына қызықты қарасаңызшы, ауылға бардым. Ертесіне мектепке барсам, бүкіл жаңағы класстастарым бар ғой. Қашқын келді деп бүкіл ауыл шулаған ғой жерде. Мәссаған маған айтады жаңағы уже мұғалімдердің өздері жаңа сондай ғой. Қашқын, тұр орнынан деп ше жаңа. Сонда уже бүкіл ауыл не естіп болған ғой, шулаған ғой. Сонымен құрысын деп әрең дегенде айтар бітіріп ауылға қайтқанбыз ғой.
сол бірақ енді көп адамдар таңдайларын қақты. Ойпырмай, екеуің мысалы өзіңіз ойлаңызшы, мысалы 5-ші класс оқитын балаңыз бен 3-ші класс оқитын балаңызды жіберіп қоясыз ба сіз? Алматыда өзіміз апарып алып келуге соны айтамын, мына отырған мектептің өзіне машинамен апарып келесің. Машинамен апарып тастаймыз. Жағдай болып жатса бір шопыр жалдап қояды. Иә. Развозка жалдайсың. Алматыдан жаңа Қаскелеңге ма, Ұзынағашқа ма жаяу кетіп қалыпты десе бала, ойбой деп уайымдаймыз ғой. Сонымен кейін бірақ енді ауылда Шаянға қайттық. Біраз күн ұйықтай алмай жүрдім, қорқып шошып қалғам ғой жаңағы. Уже аймен жаңағы қара бұлттарды көрсем, уже ұйықтай алмаймын. Ойлап жүрдім, папамыз командист қой, жаңағы бет камерынан бет 40 бандай бір пляжда жат не алып бір очки жасап алады ғой. Көздерін жауып қояды ғой. Сондай нәрсе жасап алайын ба? Көріп қоя берем аспанды, қорқадым. Бірақ кейін айтты жаңағы бір кісі айтты. Ойпырмай, сендерді Құдай сақтап қапты деді. Негізі Құдай сақтап қалған. Ана екі ортада қасқырда түлкіде қарсақта болады ғой негізі. Қарсақ кішкентай балаға шамасы жетуі мүмкін. Шибөрі жүреді. Мынау біз жақта тағы да бір ауыл бар, басқа жағында болды. Бәйдібек ата жағына қатысы жоқ, бір алыс ауыл бар. Сол жақтан әйтеуір бір 3 бала дәл сол жоғары қарай ма? Иә, Майбұлақ жақта. Майбұлақ жақта. 3 бала тоже солай қашамын деп остановкада бет енді күтіп тұрған ғой. Сол кезде келіп жеп кеткен дейді қасқырлар. Алақанын табан қалдырған дейді мысалы. Ойпырмай, сендерді Құдай сақтап қапты. Соны естіп алып вообще кәдімгі андай көп күн есінен шықпай жүрді ғой. Аллаға шүкір, Аллах тағалам сақтап тұр ғой енді ол жерде. Болашақта батыр болатын шығармыз. Ата-ана бірінші уайымдайды, баланы тап қонақта қуанады. Кейін қуаныш басылғаннан кейін сабауы мүмкін. Менің Кентаудікі бала біргемдікпін, Болат деген класстасым, сол айтады, көршінің үйінде өрт болған ғой. Үлкен өрт болған. Сосын жаңа пожарный келген, көршілер келген, үйге кіріп 5-6 баланы алып шыққан. Сөйтіп балам аман қалды деген ғой. Сосын енді білу керек болады, неден өрт шықты, қалай болды деп. Сөйтсе кішкентай балдар картошина келген, кілемді ашып тастағандағы ортаға от жағып картошканы пісіреді. Ол қап-қара түтін болғанда қара түтін далаға шыққан, сонымен өрт болып жатыр екен деп ойлаған. Сөйткенде алып шыққан баласын құшақтап, үйде картошка пісіріп отырген зәптен ұрған екен. Сондай сияқты баламыз ғой деймін да, балалық шақтағы әңгіме ғой бұл. Енді сөйтіп жүріп мектепті бітірдіңіз ғой. Аллаға шүкір. Бала кезіңізде бір әнші болам, сахнаға шығам деген арман бар ма еді негізінде? Солист болу, солист негізі оқуын оқи ма, қалай болады өзі негізі? Негізі мен самоучка ешқандай оқу бітірмегем, тек орта мектеп. Бірақ Шаян барсаң әншімін деме деген сөз бар. Шаянға барсаң әншімін деме деген сөз. Мұхтар өзі айтып кеткен ғой, сөйтіп. Мүмкін соның жаңа несі бар жар деп. Демек ол жерде әншілер көп та, домбыра болсын, ол жақта енді мынау Шөкеевтің өзі саксофонда ойнаған деп айтып жатады ғой. Ең нашар әншісі мен шығарым Шаянның. Өйткені ол жақта неше түрлі күміс көмей әншілер көп. Қазір сол жердің мәдениет үйінің көп нелері бар, істеп кеткен пенсионерлер бар да қазір. Не деген дауыстар, мысалы Ғалия апайымыз бар, мысалы. Ризамыз енді. Көп әншілер сол мәдениет үйінде қалып кеткен бізде. Айттым ғой, мен Шаянның ең нашар әншісі менмін негізі. Егер сіз болатын болсаңыз, қалған онда әңгіме жоқ. Ой, қалғандар Алматыға келмей қалды ғой, келетін болса жыртатын еді ғой деп. Бұрын Бекболат Тілеуханов ағамыздың жаңағы несі бар ғой, арайлап таңым деген өлеңі. Соны жаңағы екінші үйіміз бос тұратын, іші жаңғырықтан, зат жоқ ішінде. Соны айқайлап айтатын бұрын. Сөйтіп айтып өзім риза болып қалатын, жаңа айтып алып. Бірақ андай бір қырғын, сұмдық, биіктерден көрінем деген ой келмейтін ол кезде. Кейін барып желание ашылды ғой, Рахат Тұрлыханов келді, бір күні шықты. Ойбай деп риза болып анаған. Бейбіт Қорған шығып, сол кездерде хит болып. Сөйтіп 10-ші класста Рахат емес пе? Азиом деген бір өлеңі бар еді. Рахат қой. Бізде Мұхтар Әуезов мектебінің директоры бар еді, марқұм осы жақында осы бір апта бұрын қайтыс болды. Иманды болсын. Сәуле Саниевна деген апайымыз, ол сондай бір жеге тұлға кісі ғой, былайша ондай
адам бұл дүниеге келмейді ол. Сол кезіндегі қазақтардың, мықты қазақтардың соңғы тұяғы десе де болады негізі. Өзі тұрмысқа шықпай 40 жыл бойы осы мектепті басқарды, директор болып. Әрі өзінің айлығын сол мектепке салған адам қалай қарайсыз? Қазір мысалы сәл бір айлық түспей қалса жан жарамыз ғой, не қаяқтан мына ақша? Айлығын мектепке беріп отыр дейсіз. Өз айлығын мектепке жаратқан кісі ғой ол. Тұрмысқа шықпай жалғыз қалған кісі да. Сол кісінің демеуімен, сол кісінің мотивациясымен, сол кісінің қолдауымен әнші болған жігітпін негізімен. 11 класста бастадым мен сонда өлең айтуды. Скетчтер құрып. Скетчтер құрып, соның бәрін қолдады ғой ол кісі. Жігіттің сұлтаны, алтын көз дегендер көп болатын еді. Жігіттің сұлтанынан қатысып көрмегем. Может, енді ол кезде әлі ешкім сенбейді ғой мен әнші боламын дегеніне. Жігіттің сұлтанына қатысатын жігіттер бар еді, сол бұрыннан домбырамен айтып жүрген жігіттер бар еді біздің класстастарымыздан. Солар ғана қатысып жүрді. Мен ол кезде әлі әнші екенімді, әлі не екенін білмейді ғой. Концерт болып қалса, ойбой, жаңағы айтқым келіп жаңағы сондай бір не болатын да жаңағы. Анау аппарат біреу бүйтіп Ямаха еді ғой ол кезде. Ямахамен бүйтіп бәрі өлең айтып жатса, актив залда. Мен онда шетте арт жақта қарап, анаған бару қорқып отыратын. Барып айтқым келеді да ана өлеңді. Бірақ қазір жолатпайды, кете ана хабар деп айта ма деген сияқты ше жаңағы. Бірақ өздері бүйтіп тартып жаңағы бүйтіп айтады өлеңді ше. Әлі есімде жаңағы Шырқа гитара деген өлеңді айтып жүрген Ержан Серікбаевтың Шырқа, шырқа, шырқатаға гитара шырқа деген өлең бар, керемет. Соны айтып, общем, деп парақтарына жазып, жаңағы кісілерше. Сөйтіп аппараттарын жинаған, бірақ парақтары қалып кетті, жаңағы өлеңнің сөздері қалып кеткен ғой. Соны жайлап алдымда өзіме көшіріп жазып алдым, парағын қайттан қойып кеттім. Соған дайындалып жүрдім. Бір күн класс аралық не болды, концерт құратын болдық 11 класста. Сол өлеңді айтам дедім. Әлі білмеймін, анау бүйтіп Ямахамен әлі түсіп көрмеген адам емеспін ғой негізі. Ямахамен айтып көрмегенмін ғой. Именно сол дайындалатын кезде жаңағы құрылтай болып қалды Түркістанда. Соған жаңағы біздің музыкант, жаңағы мектеп музыканты жаңағы Ямаха тартатын Қажымұхан деген жігіт құрылтайға кетіп қалды. Ойбай, енді настроение түсіп кетті, ананы айтуым керек еді, не істеймін деп. Бір уақытта концерттің үстінде мен кезегім жақындаған кезде кіріп қалмаса бар ма жаңағы кісінің? Ойбай деп жүгіріп барып үстіне Қажеке мына өлеңді айтайын деп тұрмын. Сіз мынаны жақсылап тұрып тартыңыз мынаны деп. Именно өлең басталар кезде басыңызды битіп қалыңыз, мен бастап кетемін дедім да жаңа. Жарайды деді, ол түсінді. Ол біледі ғой ондайларды. Болды деді, сонымен бүйтіп тартты ана Ямахамен. Тартты да енді бірінші мәрте өлең айтайын деп тұрмын ғой. Уже мынау тері деген ақ кеткен, қызарып кеткен, уже қорқып тұрмын. Бір уақытта музыканы тартып жатыр еді, алдарыңызда Нұрбақыт Жайшыбаев деп. Шықтым ғой сахнаға бүйтіп деп жаңа өзімнен жинадым да. Мен шығып баратқан кезде бәрі күлді ана жердегілер. Ой, мына сорлы қаяқтан ән айтайын деп тұрмын деген сияқты. Күлді, бір уақытта бүйтіп ән басталды, бүйтіп ана бүйтіп тартып келді, басын бүйтіп қалды. Мында мұрты бар еді өзіне. Әлі есімде ғой. Өлеңімді айтып бастадым, уже ән басталып айтып жатқанына қайырмасына жеткен кезде уже деп бәрі уже шоқ қой, там салып жаңағы шапалақ ұрып, ана жерде сұмдық поддержка беріп шулап ысқырып кетті ана жерде. Поддержка беріп кетті да наоборот маған күлгендер, ойлары өзгеріп. Мәса ана қолпаштаған нәрсені кім жек көреді? Содан басталды ғой жайлап уже. Сахнаға шығарда қорқып дірілдеп тұрам, шыққан кезде сәл уже басталған кезде шабыт машылықты уже ары қарай. Жақсы ары қарай кете бердік уже. Сөйтіп жүріп айтып бастағанымыз ғой негізі бұл әнді. 11 класстан бастап. Содан кейін Церковой колледжге тапсырдым. 5-ақ орын бар екен ол жерде грантқа. Оның біреуі Роман Майғазиев, Сәкен ағамыздың інісі. Тағы да біреу гран-при жаңа бір Болгария ма, соққа барып, жетіген тартып жаңа гран-при ма, сондай бір жүлде алып келген қыз екен. Сол оның біреуі, жаңа 5 гранттың ішінде. В общем, толып қалған. Сол андай мұндай деген сияқты. Ілінамай сонымен ауылға салбырап қайттық. Сөйтіп жүріп айтыр.
кейін әкеме айттым, жаңағы аппаратура алып беріңіз деп, бірақ через анамыз арқылы шығып ше жаңағы. Көнбей жарайды деп мақұл деп Түркістанға арнайы апарып, сол жақта өзбек кісілер жаңағы мықты аппараттар сатады екен, ансамбль ғой. Солардан айтып бүйтіп тұрып 120 мың теңге, сол кезде 120 мың сұмдық көп ақша еді. Қазіргі 1 миллион 200 мың десе де болатын шығар. Құны соған келіп қалады негізі. Иә, келіп қалады. 2003 жылдар емес, 20 жыл бұрын ғой. Иә. 20 жыл бұрын ғой, ол ақшаның құны бар еді, әжептәуір дүние келеді. Иә, сол есімде айтып 120 мыңға барып, мини дискісімен, кәдімгі колонкалармен, микрофондармен. Онда кішкентай бір диск болатын еді ғой, кішкентай бір дискі. Иә, мини диск. Мынандай сол ол кезде мини дисктер хит еді ғой, жаңадан шығып жатқан кездері. Сонда мини дискісімен алып берді. Енді ол кезде аппаратураны алып алды, әбден өлең айттым. Оның алдын айтпақшы, мен Шаянда дворецте жұмыс істедім ғой, мәдениет үйінде. Шаян мәдениет үйінде дворецте жұмыс істедім біраз. Кәдімгі жастар сарайы ма қазіргі? Жоқ, кәдімгі мәдениет үйі. Жастар сарайы ол басқа ғой ол. Ол басқа. Мәдениет үйі қай жерде орналасқан? Мәдениет үйі деген Әуезов мектебінің дәл қасында. Иә, тур соның жанындағы екен ғой, түсінікті. Сол жерде бір жылдай істедім ол жерде. Кітапхана бар. Бір жылдай істегеннен кейін барып, сол жерде живой ол жақта мысалы плюс айту, фонограмма айту деген нәрсе жоқ. Тек живой жүретінбіз ол жақта ше. Жарыс бір-бірімізбен жаңа. Сөйтіп жүріп айтыр, аппарат алдырттым, өзім айтыр, сонымен Аллаға шүкір. Ол кезде құдалықтардың бәрі живой айтатынымыздың бәрі. Жаңа мен дискке мен софасын қойып қоясың да жаңағы. Билете бересің 30-дан асып барам деп қойып. Сөйтіп дауысым шыққан, ол кезде Ақмаржан әлі шыққан жоқ. Шетелдің әндеріне билеп жүрген Әтіргүл жаңағы нелерге, елдер. Турецкий әндерге қазақша қой десе тек живой айтасың болды. Сондай уақыт етті өзі. Сөйтіп не керек айтып жүріп, дауысымыз ашылып кетті ғой, Аллаға шүкір, ары қарай. Сөйтіп кейін әскерге барып қайттым, әскерде де хит болып, звезда болып жүрдім ол жақта да. Бір қара жұмыс істеген, стройкада істеген уақыттарыңыз болды ма? Мен мектепке жаңа неге түсе алмағаннан кейін, цирковой колледжге түсе алмағаннан кейін ауылға бардым. Ауылда не керек? Жұмыс жоқ. Не істейміз? Мектеп бітіріп тастағанбыз. Сол кезде айтар ауылда шулады біраз. Ойбай, не керек? Атырауда қырғын стройка болып жатыр екен, анда домдар салып жатыр екен. Айына 25-30 мың теңге алып жатыр. Қой жей деп, шынымен сондай ма деп, өзім дворецтегі айлығым 3,5 мың теңге тұғын. Анау деген сұмдық қой, ойбай. Қалай барамыз? Жан таласып жүріп шығып кеткенбіз ғой жаңа неге? Атырауға. 5-6 жігіт ба, 5-6 жігіт болып шықтық. 2,5 ай жұмыс істеп, лақтырылып қайтқанбыз ғой. Лақтырылып, ақшамызды бермей. 2,5 ай жұмыс жасап, ақшаны алмай, қайтарға жол көреді болды ма әйтеуір? Жол көресін берді. Сөйтіп қайттыңыздар ма? Аз-ақ айлық берді, біз сендерге осы ақ шықты деп. 20-ға жетпеген жігітсіздер ол кезде? Иә, ол кезде кішкентаймын ғой. 20 мың теңге ма берді сол кезде қолымызға. Ағам екеумізге. Оны 10 мың теңгесіне мен әбден киініп алдым. Соны 10 мың теңгеге сұмдық киінесің ол кезде ше. 2003-те мен 11.700 теңге айлық алғам есімде. Жұмыс істеймін ол кезде. Сұмдық бай болған екенсіз ғой. Құдайға шүкір 11.700 теңге айлық алғам университетте ол кезде жұмыс істеймін. 11.700 теңге. Кейін құдайға шүкір жай көбейді ғой. Енді Шаян десек, Шаянға барсақ, әншімін деме деген бір сөз бар. Және Шаян деген уақытта Шаянның мешіті, ғасырлық медресесі есімізге түседі. Аппақ Ишан деген үлкен Ишан кісі болған. Әнші болған адам Құранды да негізі жақсы оқиды деп ойлаймын. Негізі бір Құраннан әжептәуір сүре білетін шығар, сол мешітке барып, медреседегі ұстаздардан сабақ алған уақыттарыңыз болған шығар. Аппақ Ишан мешітінде кішкентай кезімізде сабақ алғанбыз. Алиф, бә, тә, сә деп үйренгенбіз ол жақта. Ол бірақ біздің үйімізде қатты алыс болғандықтан ол жаққа көп бара бермейтінбіз, бірақ соның өзіне балалармен қызық қылып барып қалған уақытымыз да бар. Жалғыз мешіт қой ол. Иә, жалғыз ғана тұғын. Кейін орталық мешіті сол біздің үй жақтан салынды, медресесімен. Сол жерде де кішігірім оқыдым. Әйтеуір тиіп қашып оқып жүрдім. Жаңа мешітте де оқыған екенсіз ғой. Қазір 3-ші мешіт салынып жатыр. Ашылды ма екен ол мешіт? Енді ашылып қалады. Енді ашылып қала ма? Құраннан әжептәуір сүре білесіз ба? Көп сүре білмеймін. Көп сүре білмейсіз. Сәл білеміз енді.
бір аят оқып бере аласыз? Құраннан да әдемі оқитын шығарсыз. Енді қолдан келгенше бүйтіп қатты бүйтіп сынды оқимын деп айта алмаймын, бірақ оқып көрсетейін Алла қаласа. Мынау кейін артымыздан еріп келе жатқан бауырларымызға да кішкене сабақ болсын, үлгі болсын Алла қаласа. Бисмиллахир-рахманир-рахим. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب صدق الله العظيم. Садақаллаху назим. Алла разы болсын, жақсы. Мен бүйтіп оқи алмайтын шығар деп жатыр. Бұны сұрап жатқан себебім, әнші адам негізі Құранды жақсы оқи алады деп жатырмын. Бұл жаңағы кішкентай зам сүрелер болғанның өзінде де әжептәуір сүре негізінде. Алла разы болсын. Бала шағыңызға да Құран оқытасыз ба, үйретесіз ба? Алла қаласа балаларымды кішкентай кездерінен, қазір уже сәл анда бір есі біледі ғой, бір сәл. Бұлай негізі келесі жылы мысалы каникулға шығатын болса, бірден жаңа мешітке апарып тастаймыз, Алла қаласа. Сәл-сәл анда 3-ші класс жылда осылай жасап жүрсіздер ме, әлде енді апарамын деп ниет қылып жатсыз ба? Былтыр алып барғанбыз. Ермек ұстазымызға. Құрдасым бар, ұстаз, өте керемет ұстаз. Алматыдағыны айтып жатсыз. Ермек Көкірекбаев деген. Сол ұстазымызға апарып берген. Балаларымыз кішкене тәрбиеден тәртіпті болып, күшті болып қалған сол кезде. Биыл апарған жоқпыз, биыл үлгере алмадық, өйткені ары-бері жүріп қалдық та. Келесі жылы Алла қаласа тағы да апарып тастайын деп жатырмын. 3 ай каникулында, сонда жаңа лагерь ғой былайша айтқанда. Әрі дәрет алуды үйренеді, тамақты оң қолмен жеуді үйренеді, өте керемет та. Құран оқуды үйреніп жатса, мысалы өте керемет, оған міндетті түрде беремін. Бірақ кейін Алла қаласа сәл бір 6-ші класты бітірген уақытында кәдімгідей медресеге жіберемін. Үлкен жаңағы Кентауға, мысалы Арман Қуанышбаев ұстазымыздың медресесі бар. Сондай жаңа медресеге беремін балаларымды. Бірінің артынан бірін Алла қаласа. Өйткені қари болып шығу керек. Ертең мысалы қарилықты бітіріп, сол діннің бәрін жақсылап бітіріп болғаннан кейін үлкен оқу орнына түсіп жатса, мына жақта ертең бір жерде әкім болып жатса, қари әкім ол еш уақытта жемейді. Мысалы әділ болады, әділ басшы болады, Құдайдан қорқады деген сияқты ғой. Халқына жанашырлықпен қарайды. Жалпы иманы бар кісі негізі елім жұртым дейді ғой. Бір көршісі аш қалып жатса, мысалы өзі мысалы тамақ ішіп отыра алмайды да, оған бөліп беру деген соның бәрін үйренеді бала деген. Құранды үйренетін болса, Құран оған барлығын үйретеді Алла қаласа. Алла тағала разы болсын. Әмин, баршамыздың разы болсын. Аллахым бұйыртса айтыр. Менің есімде біз мешітте имам едік қой, ол кезде шыны керек. Маған мешіттегі жігіттер айтты, мына кісі Диета Кезеттің әншісі деп. Сосын мен Диета Кезетті білмейді екенмін дедім. Шыны керек енді бүйтіп іздеп ән тыңдамаймыз ғой. Енді имекеңдер мен наоборот сонда ұстаздарды имекеңдерді көрсем бүйтіп көзіне көрінуге жаңағы ұялам шыны. Жоқ, маған былай айтты. Жүрген жеріміздің бәрі той ғой өйткені. Ана кісі азан айтсам бола ма деп сұрап жатыр. Сосын ол кісі кім, азаны қандай, оның азан біз тыңдамағанбыз, қате болып қалуы мүмкін деп мен айтқан тұғым. Сосын ол Диета Кезеттің әншісі әнді жақсы айтады деді. Мен ондай танымайды екенмін дедім. Ана осындай екі жігіт осындай өлең бар дейді. Мен білмеймін оны дедім. Ол ютубтан шығып қалған уақытта міне мынау деді. Осы ма? Онда жарайды, бір рет тыңдап көрейік. Азан айтса айтсын деген есіңізде. Енді бұл сөздерді сіз жоқта айтып отырмыз ғой. Одан кейін сіз келдіңіз, азан айттыңыз. Ол уақытта Түркістан қаласынан арнайы Абулхайыров Исмаил деген қарын алдырғанбыз. Біз тарауих намазында жаңағы Құранды хатым қылып жатқан уақытымыз еді ғой. Сол кезде танысқан едік қой. Сөйтіп азан айтқаныңызды сол кезде көрген мен негізі. Бір азамат келіп, мен азан айтайыншы десе негізі жақсы дүние ғой. Таныстығымыз осылай басталған еді ғой. Иә, сол ауылда. Исмаил ғари есіңізде шығар? Есімде. Исмаил ғари бізді көріп отырса, иншалла, сізді еске алып отырмыз деп айтып қойын деген. 30 күн бойы бауырымызға Алла разы болсын. Сол кезде 30 күн бойы оразада түгел Құранды хатым етіп имамдыққа шығып берді ғой, Аллаға шүкір. Тарауықта. Бұны айтып жатқан қары туралы айтып жатқаным негізі көбінесе байқасақ біз анау шамал бір ілгерілеу бір 10 шақты жыл бұрын қарылар Өзбекстаннан келетін, Тәжікстаннан, Түркиядан келетін, бізде қары бар ма деп. Бізде негіз қарылар бар. Мен айтып жатқан Исмаил деген қары біздегі атақты Садуақас қарының шәкірті негізінде. Осы Қазақстанда оқыған,
Түркістанда оқыған Садуақас қарының Кентауда медресесі бар еді. Сол медреседен тәлім алып, қазақстандық өнім деп айтамын да мен негізі. Сол кісі бізге Алла разы болсын, негізі жылда Алматыда тарих өтеді деген. Біз Шаянға келдік. Шаянға өт деп алып келген тұғымыз ғой негізі. Машалла, баракалла. Алла разы болсын ол кісіге. Мұсылманның бейнесі негізі біз намаз деп айтамыз ғой. Алла тағала Құран кәрімде шын мәнінде намаз адамды жамандықтан, астықтан, жаман іс-әрекеттен тияды деп жатыр. Намаз оқимын деген бір жаңағы бір мақтаныш емес. Намаз оқса әркім өзіне, ертең Алланың алдында өзі үшін жауап береді деген. Бұны айтып жатқаным әйтеуір намазыңыз бар шығар, намазға деген көзқарасыңыз дұрыс шығар. Жаңа Құран оқыдыңыз, бала шағамды жаңағы Құранға беріп жатырмын дедіңіз. Егер намаз оқысаңыз, қалай намазға келдіңіз? Әншілердің көбісі, мүмкін көбісі намаз оқитын шығар, бірақ кейбір әншілер бар ғой енді, олар туралы бір әңгіме айту керек те емес шығар. Намазға қалай келдіңіз негізі? Жалпы негізі біреу айтты ма? Негізі кішкентай кезімнен ән айтып жүріп екеуі бір-біріне сәйкес келе ма демекшімін мен. Негізі мен ең бірінші Алланы естігенім мына кішкентай кезімде, есімді білемін да, әлі сол есімді алып кеткен. 3 жас па, 4 жас кезімде ма, мен өтірік алдап бір қыздың жаңа несін, ересін ба, бірдемесін жеп қойыппын ше. Соны әкел деп бер, жоқ деп, жеп қойдым деп, құсып бер онда деп жаңа ше. Сөйтіп айтып кішкентай жаңа сондай бір приколда қазір еске түсті. Соны бірдеме депошым өтірік алдадым ба сол кезде. Сен өтірік алдама. Сен өтірік алдасаң күнәға батасың. Құдай бар деп сол кезде айтқанда, сол кезде мен иман келтіріп қойыппын, Аллаға шүкір. Сол кезде сеніп оның сөзіне. Мәссаған сонда күнә деген бар ма, тозақ деген бар ма, неғып ондай болды екен деп жаңағы сөйтіп неткенім бар екен де менде. Содан бастап жайлап жаңа қазіргі адамдарды білмеймін, сол кездегі бір кісілер иманды, бір күшті, бір жүрген жүрістер, бір көркем мінез болып жүретін еді, бұрын кісілер бар. Бір иманды кісілерді көрген кезде бір намаз оқығың келіп кетіп, соған қарап үлгі алып, қасынан шыққың келмей жаңағы. Сөйтіп қой жаңағы медресенің жаңағы намаз оқығаны бар, ауылдағы сондай бір жігіттер келді, жаңағы өте керемет жүздерінде нұр шашып тұрады. Құран әріптерін үйреткен кезде, дұға қай кезде, тілек қай кезде қабыл болады деген кезде, намаз оқыған кезде қабыл болады деп қызықтырып ше. Сөйтіп айтыр тиіп қашып сөйтіп жүрдік. Сөйтіп бір күндері уже осы Алматыда жүрдім, диета кезет басталған кезде. Бір андай бір көп адамдардың қайтыс болғандарын естисің ғой бұлай. Намаз бастау керек екенін көп уағыздарын естідік. Бір күндері енді көп адамдар қайтыс болып кетіп жатыр, қаншама адамдарды көреміз. Бізден жас балалар қайтыс болып кетіп жатыр. Бір қорқыныш келе бастады бір күндері. Мәссаған, мен ана жастар кетіп қалып жатыр. Мен де кетіп қалсам, намазсыз қалай кетіп қалам деген сияқты қорқыныш болды былайша айтқанда басында. Уайым. Уайым болды. Уже біраз күндей сөйтіп жүрдім, қорқып жүрдім. Анау сен ертең барсың ба жоқсың ба бір Алла біледі дегендей бар ғой. Сол нәрсе көкейімде тұрып алды ғой. Ертең кетіп қалсам, болмаса бүгін кетіп қалсам, мен намазсыз қалай барам Алланың алдына? Күнәһар болып кетемін ғой мен, сол бойы деп жаңағы қорқыныш болды. Сөйтіп айтып бірдеме қылып бастадық. Сөйтіп жаңа бастап мен басымда ләззаты болады ғой. Сөйтіп сондай несі кеткеннен кейін бір күн қайтадан жаңағы енді жөні келе алмай жүрміз ғой енді. Сөйтіп 4 күндей қаза қылдым ғана. Намаз қайтадан оқымай бітіп жүрдім да. Сол кезде әлі есімде Жаслан 2 баласына, мен қасыма Жаслан 2 баласына сүндет той жасады. Сол сүндет тойға көп әртістер келді, әншілер келді. Ол кезде диета кезі жаңадан басталған. Анер жұлдыздар көріп, ауызым ашып жағым айырылып жүрген кездер ғой. Бәрін видеоға түсіріп, суретке түсіріп жүрдім кенжебектермен көп ағаларымыз келді сол кезде. Риза болып, мәз болып, ойда дым жоқ. Бір уақытта меломен тобы келді. Сол тойы бір күшті отқан кезде меломен тобы келді да, олар сол кезде ауыз ашты. Именно сол кезде халал той болды андай оразаның уақытында. Ауыз ашардың уақытында. Ауыз ашып болғаннан кейін басталып жатыр ғой той. Сөйтіп сыртқа олар ауыз ашып алайық деп, сыртқа жаңағы әдемі стол дайындап қойыпты Жасланшы оларға.
сөйтіп меломен жігіттермен таныстым сол жерде ең бірінші ғой енді 2013-терде. Сөйтіп амандасып, ой бауырларым қалайсыңдар, қай жылғысыңдар деп арасында біреу құрдас екен Қайрат. Сөйлесіп жатыр ғой жаңағы. Намаз оқисыз ба деген сияқты әңгіме кетіп қалды нерде. Бәрі оқимыз, Аллаға шүкір оқимыз деді. Сөйтті де сіз ше деді маған да. Мен не дерін білмеймін ғой жаңағы. Оқимын десем бірнеше күн қаза болды. 4 күндей қаза болған жаңағы. Оқымайым дейтін болсам, аналардың ұялып тұрмен жаңағы сондай ғой, бір басында сондай болады ғой. Сол біз енді мына 4 күн болды, сол қайтадан сол намазын бүйтіп деп жатырмын. Жігер молодец қой, дана жігіт қой сол кезде. Енді иманды, күшті де енді ауыз бекітіп, ауыз ашып жатқан уақыт. Мен бетім айтқан жоқ та оның бір риза болатын. Бірақ ғабитке айтып жатқан сөзін өзі маған қатты әсер етті. Қорықтым, жаман қорықтым. Бейнамаздан кейін намаз жаман екен. Енді қабірде мынандай азапқа душар болады екен деп енді сол кезде өздерінің нелері ғой енді. Ғабитке айтып жатқанның өзіне жаман қорқып кеттім ана жерде. Бұл негізі әдептілік сақтап ғабитке айтқаны сізге арналған сөз шығар мүмкін. Мен бетім айтып тұрса енді кішкене бет не болар ма еді. Сол анау маған тіке айтуға ұялып ана кісіге айтып жатыр да. Сол сөзінен кейін жаман қорқып үйге барып дәретімді алып болды, енді бұдан кейін намазымды тастамаймын. Өліп баратсам айтып шаршап тойлар жиналып кетті. Ойбай қаза болып, сол күні қаза болып жатса жинап отырып болса да оқимын деп. Сол серт беріп, Аллаға шүкір, содан бері айтып бүйтіп бірдеме оқып келе жатырмыз. Аллахтың Аллаға шүкір айтып қабыл етсін не болса да.